Елорда әуежайының авиациялық қауіпсіздік қызметінің инспекторлары жылдың басынан бастап жолаушыларды тексеру пункттерінде 6000-ға жуық тыйым салынған зат анықтады. Қол жүгінде алып өтуге болмайтын заттар, ол біріншіден жарылғыш заттар, оның құрамындағы заттар, құрылғылар жарылғыш және улы заттар, инфекциялық заттар, биологиялық заттар, коррозиялық заттар болады, сұйытылған тез жанғыш заттар болады, сығылған және сұйытылған газдар, тез тұтанатын заттар. Айта кеткен жөн, бұл астаналық әуежайдың ойлап тапқан ережелер емес, әлемдік авиациялық тәжірибеден алынған жағдайларға негізделген қауіпсіздік стандарты болып табылады. Белгілі бір заттар адамның кінәсінен емес, материалдардың физика-химиялық қасиеттеріне байланысты қауіп төндіруі мүмкін. Мәселен, жоғары биіктікте қысымның төмендеуіне байланысты газы бар сұйықтықтармен толтырылған контейнерлер жарылуы мүмкін. Егер дәрігердің нұсқаулығы болса, дәрі-дәрмектерді, балалар тағамдарын және арнайы диеталық қажеттіліктерді қол жүгінде тасымалдауға болады.